Жана күніңіз қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалынан 1079 күні кетмекте эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Украина ве Түркия ватандашлары мемлекетке өз гражданлық паспортларын барып олажақтыр. Бұл ақта Киевте Украина ве Түркия тышышлер назирлері көрішівінден сон белі олды. Украина пайтақтында иш зияретінен Түркия тышышлер назиры Мевлют Чавушоғлы болуна. Туневін о Украина президенті Петро Порошенко, Меджлис елбашысы Рифат Чубаров ве Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев еле көрішті. Чавушоғлы Түркия Қырым işgalini tanımayacağını bildirdi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü projelerle, büyük projelerle ve kararlılıkla derinleştirmektir. O nedenle de her iki ülkenin güvenliği ve istikrarı çok önemlidir. Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine desteğimiz tamdır. Украина Авурба бірлігі мемлекетлері арасында визасыз режим язға қадар көрсетілежектір. Бұны Украина баш назирі Владимир Гройсман ле кечірілген матбуат конференция девамында Авропа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер білдірді. Визалы режим Украина қойылған шартларына бежергене бақмадан ләғой тілмесі бір қач кереге қалдырылған еді. Ато кечірілген зонада тыншылық вазиеті бозылмақта. Кечкен геже Русия женкеверлері Украина арбилеріне қаршы 61 кере ұжым еткенлер. Бұны ато штабы білдіре. Украина аскерлері арасында құрбан yok. Құртарыжылар атышулар нәтижесінде зарар көрген ве виран олған евлеріні тамерлемеге девам етелер. На сегодня было... Атышуларға оғыраған 109 мескен ев сайбыне ярдым көстердік. Пленканен жамы қырылған пенжерелеріні қапаттық. Таван тешкілеріні де вақтынже пленканен қапатамыз. ДНР террористлерінің ұжымы алтында олған Койве қасаба сакинлеріне волонтерлар ярдым кетірмеге девам етелер. Бұл сефер олар бір араба сыжа құрба ашайт ве кереклі шейлеріні ластычкина койына кетірділер. Сакинлер ісе акимия тарафындан бұл койлерге Украин телеве радио яйынларывны башламасыны тепсие етелер. Зараз мы у селі Ласточкине. Бұл койды ұжымге оқырай. Мында да ұшық ашайт ве отме кетірілуінен проблемалар ола. Днепр сакинлерінден мында сыжа құрба, ашайт, савод, термослар кетірді. Чүнки қышта бұл ең керекті шейлер. Ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування. Бұл ярдымны кетіргенлерге сақ олыңыз демеге істейім. Ярдым бұрынжы керек кетірілмей. Чүнки бізге қаршы ұжымлар сық-сық олып тұра. Адамлар бойле сесенежеклеріне умут етмей. Нужна, конечно, помощь. Ярдым керек, ләкин о да çok ахляқи тарафтан olmalı. Газета, мejmua, радио ве телевидение Украин тілінде olmak керек. Ади антенна турса тек ДНР ве Русия көстере. Значит, только ДНР идет. Үш түрк аскері ләк олды, 11 яраланды. Русия авиациясы яңлышып Суриеде женкілішкен Түркия арбилеріне ұжым етті. Вақия Эльбаб шейрі янында олған. Русия ұчағы түрк аскерлері ерлешкен бинаға қаршы атеш açқан. Вақия yüz берген сон Русия президенті Владимир Путин Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға телефон ашып, язықсынғаныны білдірген. Белі олған екебі Русиянен Түркия бераберлікте Суриеде ИГИЛге қаршы операция өткере. Москвада четел парасынен одунч, яни кредит алғанлар акимиет евінің жемаат қабылханесінде ерлешіп ачылық илан еттілер. Олар малия назирінен қорышмеге естейлер. Тахменен 60 инсан иштирак еткен наразылық акциясы 3-ші күн девам ете. Акимиет бинасы блок етілген. Анда башқа кімсені кечірмейлер. Инсанлар одунчлеріні рубленің ескі курсы бойынша саймақны талап етелер. 2014 сенесі четел парасында кредит алғанларының борчылары 2 кереге артты. Мы брали на таких условиях. Одунчлеріні о вақыт алған шарайтлер бойынша шымды алмаз едік. Борчыларымыз оңайтлық курс бойынша рублеге чевірілмесіні талап етеміз.
Украинада киборги фильмінің чекімлері башланды. Донецк лиманы Саневи қоружыларынан екеесінде бір күнлік невбетчілік аққанда олажақтыр. Фильм режиссері Ахтем Ситаблаев киборглерінің бірінші чеков күніне атыр тақымада келді. 242 күн Украина ордасы Донецк лиманын имайеті. О керчектенді мұйым объектыдыр. Анда қараманлар женглешті, sonra оларға кибір деп ады қойдылар. Айны боле серлевалы фильм шымды чықарыла. Фильмде 2014 сенесінің қышында кешкен ұрышларының тарихы аксетірі. Баш қараманларından бірі мажор Тахалюсінен белі олған гонылы. Оның роліні 20 яшында актер Макар Тихомиров ойнай. Айтқанына күре ато зонасында болынмаған, ләкин ава лиманын азат етілвінен бағылы онлар же видео сереткен. Як би я не старався, я не зможу передати в точності ту атмосферу, тому що це інша психіка у цих людей. Люди через багато пройшли. Зроблю все, що від мене залежить, щоб наблизитись до цього. Мій прототип найскладніший для мене в цьому етапі те, що це мій близький друг, який реально там був, який безпосередньо воював, який є кіборгом, один з кіборгів. Це дуже відповідально, тому що він буде дивитися це кіно. Фильм ислечилары Эрсеневи кибырлар олардан бірі Кирилл Недре озы Днепрден о 32 яшында тарихи илімлер намсеті. Женгте оның тахалюсы доцент екен. Ава лиманыны 2 ай қоршалаған Авдеевка ве Пескидеде олған екен. Нахождение в аэропорту, оно дало возможность тем, кто как раз вот оборонялся за нами, да, стоял на обороне, вот, построить оборону. То, что будет происходить в итоге в кадре, максимально приблизить, да, попробовать максимально передать то, как оно было на самом деле. Киберлер сценарий Донецк ава лиманының қоршалайчыларының хатырлаулары эсасына yazılған. Оның экранизация üzerinde белі режиссер Ахтем Ситаблаев çalıştı. Насамперед, це фільм не про війну. Це фільм про той мір, про той світ, про ту країну, про ту державу, в якої наші головні герої хочуть жити. Її захищають. Це про народження нових смислів, це про народження нових людей, нової країни. А для мене це особиста історія якась. Тобто це неможливо з цього робити якийсь голлівудський блокбастер особисто для мене, тому що ці люди живі, я їх знаю і хотілося бути максимально такою, чесною. Фільм зніметься, його будуть дивитися кіборги, да? Будуть дивитися військові. І вони скажуть, а це брехня, такого не могло може бути. О, я цього боюся, це мої страхи. Ғайыны еріне кетірмек үшін чекімлер павильонын 2 қатлы декорация құрылды. Орышлар вақтында ава лиманының бинасыны андыра. Чекімлер 2 ай девам етечек. Це дуже актуально, тому що це фільм про події, які відбувалися вчора і відбуваються сьогодні. Вчора була героїчна оборона Донецького аеропорту, а сьогодні продовжується війна на Сході і на Півдні. Окупований Крим, окупована частина Донбасу. І наші люди, і весь світ повинні знати правду про ті події. Впевнений, що це буде фільм важливий ще й тому, що він продемонструє нового українського кіногероя. Загальний бюджет становить трошки менше 48 мільйонів гривень. Держкіно дає 50%, це трошки менше 24%. Чекімлер фарқлы ерлерде кечечек янеки вечерниговты. Фильмнің презентациясы ел сонына доғру кечірмесі планлаштыра. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Миллеттің 46% вефат етті. Яңы Украина мектебі тарихи семинарында Зера Бекирова рақамлар шатлық еті адлы китапны тақдим етті. Анда сұрғынлық ве ондан сон кечкен 1,5 ел девамында вефат еткен инсанларының керчек сайысы аққында язылы. Китап сұрғын етілген инсанларының хатырылалары эсасында язылғандыр. Анда оларынан отырған ері, зенаты, Қорантадаки азалықның адамлары ве сайысы язылған. Bu yıllar içinde o rakamların hiçbir kere inkar etmediler, reddetmediler. Demek o rakamların doğru olğanı belli. Çünkü halkın özünden alındı. Bu mesele böyle bir resmi ne değil. Her bir Korantadan, her bir insanın ağzından yazıp alınған faktlar. Bu saat қазір olған sonki haberimiz еді. Nevbеттeki yayınlarımızны қачырмаңыз. Көрішкенше.